ішінде Құранның аяты жазылған кітаптар қалай болады оның үкімі? Мысалы, кез келген хадис кітаптары, кез келген діни кітаптардың ішінде әрине қазақша сөздер болуы мүмкін, уағыздар болуы мүмкін, бірақ ішінде Құранның аяттарын келтіруі мүмкін оған дәлел ретінде. Бұл жерде бұған ғалымдарымыз айтады, ондай кітаптарды егер ол Құран емес қой, ол Құран емес болғандықтан дәретсіз ұстай беруге болады оны. Дәретсіз ұстай беруге болады. Бірақ сол жердегі сіз Құранның аяты тұрған жерді ұстамау керексіз. Мына жерде Құранның аяты болса, сіз сол жерді, сол аяттың үстін дәретсіз ұстамау керексіз. Бірақ басқа жерін ұстай беруге болады. Кітапты ұстай беруге болады. Түсінікті ме? Сондықтан мұғалім сәниді негізі рұқсат бар. Дәретпен оқу керек, дәретпен үйрену керекпіз. Бірақ енді дәрет алуға мүмкіндік болмады, мұғалім сәниді дәретсіз ұстай беруге болады. Бірақ ішіндегі сіз соңғы жағындағы Құранның аяттары бар ғой, соңғы жағында. Оны дәретсіз ұстауға болмайды, сол бетті ұстауға болмайды дәретсіз. Мұғалім сәниде қарасаңыздар. Жалпы осы дәреті жоқ адам болсын, әйелдерде сондай жағдай болып жүрген кезі болсын, осылы жоқ адам болсын, бұлар зікір айта беруге болады, салауат айта беруге болады, тәсбих айта беруге болады, және қасиетті Құран кәрімнің аяттарын дұға мақсатында оқи беруге болады. Мысалы, Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана деген аят қой, қасиетті Құран кәрімнің аяты. Бірақ біз оны Құран сүресі мақсатында емес, дұға мақсатында болса, дәретсіз адам оқи береді ғой. Мысалы, ғұсылсыз адам, не болмаса, жағдайы болып жүрген, айлық өзінің жағдайын көріп жүрген әйелдер осы аяттарды дұға мағынасында оқи беруге болады екен.